Каналыма қош келдіңіздер. Бүгін балаларыңыздың сүйікті тағамдарына айналатын нан қуырдақ дайындаймыз. Ол үшін алдымен өстіп етімізді төртбұрышты қылып турап аламыз. Одан кейін пиязымызды төртбұрышты қылып тураймыз. Барлық заттарды видеода көріп тұрғандай турайсыздар. Сәбізімізді төртбұрышты қылып тураймыз. Капустамызды төртбұрышты қылып тураймыз. Чесногымызды төртбұрышты қылып турап, одан кейін болгар бұрышымызды төртбұрышты қылып турап, картошкамызды төртбұрышты қылып турап, барлығын турап болғаннан кейін табамызға май құйып, қызғаннан кейін етімізді салып, су тартылғанша қуырасыз. Су тартылғаннан кейін жуамызды және де чесногымызды салып, бір сарғайғанша қуырасыздар. Одан кейін капустамызды салып, тағы да әбден қуырып алғаннан кейін барып, сәбізімізді салып қуыратын боламыз. Сәбізімізді салып қуырып болғаннан кейін, қуырылғаннан кейін өздеріңіздің қалауларыңызша приправа мен тұз саласыздар. Одан кейін бір қасық томат салып, әбден жақсылап араластырып, картошкамызды салып, кішкене қуырып аласыздар. Одан кейін суымызды құйып, беті батқанша құясыздар суды. Одан кейін бетін жауып, бір 40 минутқа қоясыздар. Одан кейін мен мына жерде кепкен нанды пайдаландым. Сіздер кәдімгі қамырды жайып жасасаңыздар болады. Мен қайнап болды. Енді біз жаңа қамырымызды салып, 40 минут қайнағаннан кейін қамырымызды салып, бетін жауып, 20 минутқа қойдым. Одан кейін 20 минуттан кейін дайын болды. Тарелкаларыңызға салып, үстінен укропты сеуіп, жақындарыңызға ұсынсаңыздар болады. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, өте дәмді болады. Маған подписаться етіп, және де лайк басуды ұмытпаңыздар.